Mo toyda kol çapпайды эле койсоңор болот. Чындап салат жейсиңерби же кол чабасыңар? Туурабы? Негизи нарын эли көл болосуздар. Башка жака барсаң кулак мени жеп эле шаттыратып кол чаба беришет го. Сиздер жакшы отурасыздар да, ошону айтайын дегем. Рахмат. Азыркы уландын группалаш жигиттеринин атынан келип отурабыз. Азыр ушундай болуп калбадык бырчы куудулдар. Менин атым Торпок дегендей эле. Нурлан Насип, мен группалаштын атынан Торпокко келгем. Семискенби? Бир кол чаап койсоңор болот. Чоң рахмат. Эми ушу группалаштары Кайрат, Насият жана Аяшы Алинага бир кол чаап коюңуздарчы. Ушу группалаштары ийгилик болсун. Шынтеп чакырса келе беребиз Торпок катары. Ошон үчүн ден соолук берсин. 2 жаш көп балалы болсун деп бир кол чаап коюңуздарчы. Анткени пенденин оозунда болсо, Алланын кулагында деп коет. 2 жаш көп бала болсун демекчи, бир аксакал жолдо кетип баратса, бир жаш бала ыйлап отурат дейт. Келип сураптыр. Айланайын балам, эмне ыйлап атасың десе, ата, үйлөнгөнүмө 5 жыл болду. Балалууча кызды болбой койдум дептир. Десе атам айттыр, айланайын балам, батамды берем, бирок бир шарты менен дептир. Не шарт ата десе, колуңа шам берем, тонун башына барып жагасың, келесиң балалуу же кызды болосуң дептир. 10 жылдан кийин аксакал 90го чыгыптыр. Ушул үйгө бата бердим эле, батам тийди болду экен деп. Жанагы үйгө кирсе, үй чачык дейт. 1 жашар, 2 жашар, 3 жашар, 4 жашар бала ойноп жүрөт дейт. Атам сураптыр. Айланайын балам, апаң кайда? Десе, апам төрөгөнү кетти дептир. Атаңчы десе, атама бир аксакал шам берген экен, ошону срочно өчүргөнү кетти деп коет дейт. Ансыганда улан өчүрүп кал. Чында көбүнчө мына жердеги байкелер настроениеңар мощный окшойт, халал той окшойт. Обычно халал тойдо монтип эркектер күлүп карабайт да. Анткени аялың үйдөн келатканда кулак мээңерди жеп келет го. Барганда жажылдап ичип алган. Өткөн ишем деп шымга кой берип кой. Деп келет дагы. Тойго келип эле бир эркек окшоп стаканды кармасаң, келме устабыл маңдайың отуруп алып эле. Дей берет го. Ичпе дегени да. Бир байкем тойго барып арак ичип алса эле, жеңем келип носкисин чечип алчу экен. Арак ичсе эле носкисин чечип алчу экен. Бир күнү байкем жини келиптир да тойго келер менен ичип баштаптыр. Ичип атса жеңем келип кулагына шылырайт дейт. Эй акмак, баянкыдай носкиңди чечип алайынбы десе деле унчукпайт дейт. Экинчи жолу келип чымчыптыр дагы, баянкыдай носкиңди чечип алайынбы десе, бүгүн чече албайсың, мен калгат кийип алгам дейтимиш. Ичкилик. Бир мас түнкү 3-тө магазинчиге чалып турам. Эркектер ичкенде тил чайнап калабыз го деп коем. Каласыңар го? Каласыңар го? Бир мас чалып тур да түнкү 3-тө. Салам, брат. Магазин качан ачылат дептир. Десе магазинчи мээң ордундабы? Түнкү 3-тө ачылмак беле. Эртең менен 8-тө ачылат. Чалба деп өчүрүп койсо, 5 мүнөттөн кийин кайра чалып, салам, брат. Таныдыңбы дептир. Таныдым. Магазин качан ачылат дептир. Багыш арак керек болуп атат го деп. Не арак керекпи десе, жок брат, арак тизеден дептир. Анда закускабы десе, закусканын үстүндө жатам дептир. Не керек десе, магазинди ачып койсоң, чыгып кетейин дедим эле деп коет дейт. Ушундай денсаулык берсин. Ар дайым бар болуңуздар. Ийгилик болсун. Аялыман коркпайм деген эркектер бир кол көтөрүп коюңуздарчы. Аянын көтөрөсүңөрбү? Көтөрдүм мына жерден 2, 3. Кол чаап кой, 4-төнө кол чаап койгулачы бир. Молодец, булар чынык эркектер. Жана моюнун алган эркектер да. Ушу 4-тө ким айтып берейинби? Бир камоктун артында 5-6 эркек арак ичип отурса, бирөөнөн сураптыр, сен аялыңан коркосуңбу? Корком дептир. Экинчисинен сураптыр, сенчи десе, мен да корком дептир. Үчүнчүсүнөн сенчи десем, о 4-төнө окшоп, коркпайм дептир.
десе таң қалып отыр, сен аялыңнан қорықпайсың десе, қорықпаймын. Не қорықма қалам, кирин жуып қойсам, тамағын жасап қойсам, төшек-пөшегін салып қойсам, не қорқам деп қойды дейді. Ансы қандай мо төртеу неге қорқады? Қол шапып қойғылашы төртеуіне. Игілік болсын, денсаулық берсін. Той иелері қаяқ жүреді, той иелері? Келіңіздер, байке. Ежемді ала шығыңыз, Ежекеуіз қана той иелері, келіңіз. Қол шапып қойыңыздаршы той иелеріне. Барып алыңыз, байке. Игілік болсын. Шу тойыңыздар құт болсын. Бүгін шунша елді топ-топ балаңыздан үйлентіп, бүгін сүйініп тұрған уағыңыздар. Туралы. Денсаулықта жүріңіздер. Мен өзім келбей, Роза Отынбаева ежекеуіз келіп, сіздерді құттықтасам, мұны құттықтамақ. Мен бір аптан бір қуанып отырам алтындарым. Игілік болып, бір денсаулық болып, 2 жас көп балалы болсын дегендер бір қол шапып қойыңыздаршы. Рахмат демегені. Әлемін Нұрлан Мотиев келсе, мұны ұмытпек. Мұна 2 жас бақтың қол шаппайсың. Рахмат, болды, шулай жетеді маған. 2 жас бақтылы болсын, ардайым бар болсын байге. Үйлентіп атсыңар, көмір беретілем, көмірден түшіп қалғам. Аз баляда жоқ. Анан сөйлеп қойын бір, қол шапып қойла 2 жасқа. Рахмат демегені. Әлемі Күмендер Абылов байкеміз келсе, мұны ұмытпек. Құдай талым шығылы 2 жасқа бақыт талай берсін. Аннан басқам не деймін? Үкімді қайбай қуанып тұрады қызыңар. Аялыңан қорқасың ғой деймін. Тұрғаны басқаша тұрып отасың. Сон сен 2 жас бақтылы болсын, көп балалы болсын, қол шабалық. Деме екені. Әлеме, бұл кішіні өзіңіздер тауып алыңыздар. Бұл кіші келсе мұны ұмытпек. Шында айтайын, шында айтайын. 2 жас, бақтылы болсын, көпше жазын. Денсаулықта жүре өрлі. Ардақ шығы ішке. Десе бар болсын, рахмат. Деме екені. Азыр жақында Бакиев келттірді, тағы үйдің алдына. Аялша киініп алып. Келсе бір семичке сатқан кемпір танып қойыптыр. Ой, Шемшек, сен Бакиевсің, деп. Қачып көтіп қалыптыр. Бір арсоғар ойланып отады дейді, мен аялша киініп барсам, кемпір қаяқтан танып қойдық. Кемпірге кемпірше киініп келейінші деп, кемпірше киініп келсе деді. Ой, Шемшек, сен Бакиевсің, дептір. Бакиевтің жіне келіп сұрап отады дейді, апа қаяқтан таныдың, айтшы апаға, қаяқтан таныдың десе. Уншықпа, мен Асқармын деп отыр. Әттері келіп алғанда. Азыр жұмыштан кеткенде билеп қалыптыр байкелеріміз. Бірені жұмыштан айдап еген екен, үйіне келіп тұрдағы аялын қарап, жаным, мені жұмыштан айдашты деп билеп атса аялы. Жұмыштан айдаса да ұшынтып жүрғайсың ба? Жұмыштан айдаса дағы билейсің бе десе, қалғандарын қамашты да қуаты. Сондай азыр телефон деген бір балява бар ғой. Bir жеңем менен байкем үйде чай ішіп отырса, телефонға смс келіп қалды. Тананаң деп. Байкем еркекті ақырын телефонды білгіспе чөнтөгіне салып тұрдағы. Еркектердің ең тынш, құлақ мен аялың жемеген жер қайыр. Туалеттен башқа жақта айтамыз. Ванна, Ваннаға кіріп тұрда ешігін иліп, как будто жуынып атқандай суына ағызып, смс-ті оқып тұр. Оқыса, алтыным, 3 күнден бері жолыға елекпіз. Мен сені ушунчалык сагындым жаным. Качан жолугабыз деген смс келиптир. Мандайды окуганда эркектер 5 кол тең иштейт го. Жазыптыр. Жаным, мен бошоп айтам, бошогондо өзүм звонок кылам. Үйдө тиги желмогуз жанымда деп жазып, чорныйга тыгып, ваннадан чыкса жеңем турат дейт. Ваннага кирип алып эмне кылып атасың? Оңдубай өл. Ваннага кирип эмне кылмак элем? Тишимди жуудум дептир. Десе жеңем, мага демектен башың жубайсың ба? Мага демектен ваннаға чөгүлүп өлбөйсүң бе? Менин телефонумду эмне алып кирип кеттиң деп коет дейт. Ошон үчүн аялың окшош телефон алба да. Болсун 2 жаш.